Annyeonghaseyo, Ирапон, сәлем достар, сіздермен мен Асель және Кимчи ТВ. Ал сіз корей тілінде апта күндерін немесе айларды білесіз бе? Егер білетін болсаңыз, сіздерге қайталау, ал айта алмайтындарға бүгінгі 10-шы сабақты бастаймыз дегім келеді. Бүгін достар екі тақырыпқа жалғасқан сандар тақырыбының жалғасы десем де болады. Яғни корей тілінде апта күндерін, айларды және уақытты айтуды үйренетін боламыз. Тақырыпты көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі видеода тек айлар мен бүгінгі күнді, яғни датаны айтуды үйренеміз. Бірақ корей тілінде айлар мен датаны, апта күндерін, сағат пен уақытты айту барлық бір видеода болу қажет еді. Барлығы сандар тақырыбына байланысты болғанымен, әр тақырып әртүрлі болғандықтан келесі видеоларға жеке-жеке түсіндіремін деп шештім. Сол себепті бұл видеоны жіберіп алмас үшін лайк басып, кейін өзіңізге ыңғайлы уақытта қайталап көре аласыз. Ал тіркелмеген болсаңыздар подписация басып, уведомленияны қосып қойыңыздар. Бірінші дата бүгінгі күнді айтатын болсақ, біз негізі датаны айтатын болсақ, бірінші күн, сосын ай, сосын жылды айтамыз, яғни 7-ші қараша 2021 жыл деп. Керісінше, яғни бірінші 2021 жыл айтылады, сосын ай, сосын барып соңында күнді айтатын боламыз. Яғни бұлай айтуға болмайды, бұл дұрыс емес. Осылай бірінші жылды қоямыз. Ортасында ай қала береді, соңында ғана дата, яғни күнді айтамыз. Осылай дұрыс. Бұл өзгермейтін заң, сол себепті біліп жүріңіздер. Міне мұнда мен аудармасымен жаздым, яғни ньон дегеніміз жыл, ол дегеніміз ай, ил дегеніміз күн. Қасына айтылуымен өздеріңіз қалай естіп жатсыздар, солай жазып қойсаңыздар болады. Ньон, ол, ил. Жыл, ай, күн. Жаңа мен айтқандай бірінші жыл, сосын ай, сосын күн жазылады дедім. Қысқартып былай жазсаңыздар да болады. 2021 ньон, 11-ші ол, 7-ші ил. Осы сандар толық жазылуымен айтатын болсақ, Қытай сандары жазылады, я? Естеріңізге түсірейік, сабақты сандар тақырыбын корей сандары қолданылмайды. Дата, бүгінгі күн, ақша санаған кезде телефон номерлері, яғни көп жағдайда Қытай сандары қолданылады. Сол себепті Қытай сандарын әлі жаттап білмеген болсаңыздар, міндетті түрде сол сабақты қарап шығуларыңызды сұраймын. Яғни сандарды білмесеңіздер, бұл тақырыпты мүлдем түсінбейсіздер деген сөз. Ол жазылуымен и чон дегеніміз не еді? Мың деген сөз. И дегеніміз екі. И чон и, шиб и ньон, яғни и чон и шиб и ньон, яғни 2021 жыл. Сосын шибил ол, 11 дегеніміз шиб ил ол, 11-ші ай, чил ил, яғни чил дегеніміз 7, ил дегеніміз күн деп еді. Сонда чил ил. Тағы да толықтырып тезірек айтып өтейін. И чон и, шиб и ньон, шиб и ол, чил ил деп айтылады. Алдыңғы мысалда мен жылды, күнді, айды қалай жазылатынын көрсеттім. Олар оңай деп ойлаймын. Енді оның ішіндегі ол, яғни ай дегенді қарастыратын болсақ, яғни 12 ай бар ғой, енді солардың барлығын бірден 12-ші айға дейінгі айларды қазір жазып шығамын. Оның ішінде ол дегеніміз ай дедім, ол деп айтылады. Яғни бірден 12-ге дейінгі санды қолданып, яғни Қытай сандарын қасына ол деп жалғасаңыздар, айдың атауы шығады. Түсінген болсаңыздар, кәріс тілінде, қазақ және орыс тілінде сияқты әр айдың өз атауы жоқ. Мысалы, қаңтар, ақпан, март, апрель деген сияқты. Яғни бірден 12-ге дейін Қытай сандарын білсеңіздер, қасына ол жалғауын жалғасаңыздар болды. Әр айдың рет-ретімен өзінің атауы шығады. Қазір Қытай сандарын білетін жандар айларды өз ойларынша айтып тұрған шығар деп ойлаймын. Яғни сандар тақырыбын міндетті түрде білсеңіздер, осы тақырыпты да үйрену оңайырақ болады әлде қайда. Достар, енді 12 айды толық айтып өтейін. Бірінші ироль, яғни ил дегеніміз бір деген еді ғой, бірақ айтылуында р әріпі пачем болып тұрғандықтан келесі буында р болып айтылып кетеді. Ироль қаңтар, иоль ақпан, самоль наурыз, саоль сәуір, ооль мамыр, юоль маусым, чироль шілде. Бұл жерде де р әріпі пачем болып келесі буында р болып айтылып кетеді. Пароль, бұл жерде тамыз болып тұрғанда р әріпі келесі буында р болып оқылады. Гуоль қыркүйек, шиоль қазан, шибироль, бұл жерде де р әріпі бар. Келесі буында р болып оқылады. Қараша және шибиоль желтоқсан.
Тезірек айтып өтейін. Июль қаңтар, июль ақпан, самоль наурыз, сауль сәуір, ооль мамыр, июль маусым, чироль шілде, пароль тамыз, куоль қыркүйек, шиоль қазан, шебероль қараша, шебиоль желтоқсан. Мән беріп ескергендеріңіз болса, мұндағы р әріпі подчим болып келгеннен бөлек 6 ай, яғни маусым және 10 ай қазан айларында ерекшеліктер көріп тұрған шығарсыздар. Яғни 6 саны ю емес, юк болып, яғни к әріпі де жазылушы негізінде. Сосын 10 ай қазан айында ши емес, 10 саны шип деп айтылып жазылатын еді. Бұл жерде де к әріпі түсіп қалған, мұнда к әріпі түсіп қалған. Маусым және қазан айларында 6 және 10 айда соңғы подчим, яғни дауыссыз әріптер түсіп қалған. Не себепті? Себебі айтылуда, жазылу кезінде оңай болып айтылу үшін, яғни шип-ол деп емес, ши-ол деп тезірек айтылып кету үшін, және юк-ол деп емес, ю-ол деп тезірек айтылып кету үшін осы подчимдегі соңғы әріп, соңғы дауыссыз әріптер осы 6 және 10 айда түсіп қалған. Соны ескеріп біліп жүріңіздер, яғни бұл да өзгермейтін маңызды заң. Яғни өшіріп тастаймыз, бұны жазбаймыз 10 айда және 6 ай юк емес, ю, шип емес, шиуол деп айтамыз. Енді міне сіздерге өткен осы тақырыптарымыз бойынша жылдар, айлар, күндер тақырыбы және сандар тақырыбы бойынша бірінші тапсырма, яғни 1991 желтоқсан 16 күн дегенді комментарийге немесе өздеріңіздің жазып жүрген дәптерлеріңізге жазып тексеріп көріңіздер. Бірінші қарамастан өз ойларыңызбен өзіңіз не білесіз, сосын солай жазсаңыздар болады. Екінші өз туған күндеріңізді, яғни дата рождения дейді ғой, соны жазып немесе комментарийға, немесе өздеріңізге мысал ретінде жазып көріңіздер. Тапсырманы орындап көріңіздер. Қаншалықты білесіздер, қаншалықты үйрендіңіздер, тексеріп көрсеңіздер болады. Кейін корей тілінде өз дата рождения, туған күнді айт дегенде оңай айта алатындай етіп